Мынау 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Жетеуі мойынның омыртқалары. Мынау үстінен қараған кезде канал. Мынау каналдардан мына екі канал тұр. Мына жерден солға, мына жерден оңға. Нервпен қан тамырлар басқа қолға кетеді. Енді әр омыртқаның каналын былай жеке-жеке қараймыз. Мынау қалыпты канал. Көрдіңіз, екеуі де ашық тұр. То есть мынау омыртқалардан нормально өтіп тұр. 2 мен 3-тің арасында. 3 пен 4-тің арасы тоже ашық. 4 пен 5 мына жерде протрузия бар, жаңадан сәл-сәл сужение бар солға қарай. 5 пен 6 каналдар қалай қысып тұрған көріпсіз. Мына жерде нерв пен қан тамырлар қысылып өтіп жатыр. Сол үшін жаңа қолда ұю, саусақтың әлсіздігі бар. 6 мен 7-ші омыртқаларда то есть сондай сужение бар. Стенозның белгілері бар. Яғни басты да ауыртуы мүмкін бұл. Басты айландыру да мүмкін. Құлақта шум шақыру да мүмкін. Қолдан ұстағанда түсіп қалу да мүмкін.